Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Жексенов Бекнұр Еркінұлы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің дене тәрбиесі пәні оқытушысы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ халқының ұлттық ойындары. Ұлттық ойындардың шығу тарихы. Қазақтың ұлттық спорты 1920-1930 жылдар аралығында қазіргі заманға сай бір жүйеге келтіріліп, олардың түрлері бойынша арнайы спорт жарыстары өткізіле бастады. Оған жергілікті жерлерде ауыл, аудан, облыс көлемінде ұйымдастырылған үйірмелер мен секциялар негіз болды. Ұлттық ойындары ертеден ақ жалпы этнографиялық әдет-ғұрыппен бірге дамып, жетіліп, ендігі жерде өз алдына бір бөлек зерттеуді керек ететін қазақ этнографиясының бір тұтағы. Ұлт ойындарының дамуы тек қоғамның өзгеруіне байланысты әлеуметтік-экономикалық жағдайдың негізінде дамып отырғанына көзіміз жетті. Қазіргі кезде ұлттық күрес, тоғызқұмалақ және ат спорт ойындарының түрлі үйірмелері ашылып, спорт мектептерінде арнайы жаттықтырушылар жаттықтыра бастады. Қазақтың ұлттық спортының бір түрі көкпар ойыны. Ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойынның атауы көкбөрте сөзінен шыққан. Дәстүрлі қазақ қоғамында көкпарға жасқа толған серкенің семізі таңдалған. Семіз серке терісі жыртылмайды. Семіз серкенің орташа салмағы 20-30 килограммдай болады. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартылмайды. Көкпар орталық Азия халықтары арасында кең тараған ойын түрі. Ауғанстанда кең тараған бузабиш ойыны көкпарға ұқсайды. Көкпар тартуға өте ұқсайтын спорт ойындары басқа да шығыс елдерінде өте көп. Көкпар атты қалай бапталып үйретілгендігін сынайтын спорт түрлерінің бірі. Келесі ұлттық ойындарымыздың бірі арқан тарту ойыны. Арқан тарту қазақтың ұлттық ойыны. Бұл ойынды ойнау үшін алдымен 5-6 ойыншы тартқанда үзілмейтін арқан және үлкен адамның алақаны көлеміндей екі тақтай керек. Бәрін дайындап болған соң адамдар екі топқа бөлінеді де арқанды екі жаққа тартады. Аққала қалай құласа, сол топ жеңіп шыққан болады. Жеңілген топ аққаланы қайтадан жасайды. Бұл ойынға қатысушылардың күш-қуатын дамытуға, таза ауада дем алуға, еңбектенуге баулиды. Қазақтың ұлттық ойыны асық ойыны. Асық ойыны қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Қазақ халқының ұлттық ойындарының көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Шаруашылығы мал шаруашылығына негізделгендіктен қазақ халқының ұлттық ойындары да осыған икемделеді. Әсіресе қойды көп өсіргендіктен балалар ойынының көбі қой асығымен байланысты болып келеді. Сондықтан асық ойындары ұлттық ойындардың ішіндегі ежелден келе жатқан көнелердің бірі болып табылады. Асық ойыны баланы жастайынан жүйке жүйелерін шыңдап, оларды дәлдікке, ұстамдылыққа, байсалдылыққа тәрбиелейді. Бұл ойынның еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін ойнайтын ойын түрлерінің бірі болған. Келесі ұлттық ойынымыздың бірі тоғызқұмалақ ойыны. Тоғызқұмалақ ежелден өшпей бүгінгі күнге дейін жетіп, қазір қарқындап дамып отырған құндылығымыздың бірі. Ұлттық ойынымыз бұл халқымыздың тамырын тереңге жайған төл мұрасы. Бұл спорт түрі әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен иық теңестіре алатын қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани логикалық ойлау өнері. Ойынның шығу тарихы туралы нақты қандай да бір дәлме-дәл дерек жоқ. Алайда зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, ойын осыдан 4000 жыл бұрын пайда болған деседі. Тоғызқұмалақ көшпелі қазақтың өмірінен көрініс беретін бірден бір ойын. Себебі ойын қазақтың тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты. Бүгінде бұл ойын үлкен сұранысқа ие болып отырған, кеңінен дамып қанат жайып келе жатқан ойын түрі.